Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қазіргі кезде кейбір ерлер мен әйелдер отбасыдағы проблемаларды, жағдайларды, араларындағы қарым-қатынасты жамандап өзгелерге айтып жүреді. Яғни кім көрінгенге айтып жүреді. Бұл өте өкінішті жағдай. Себебі сол ерлі-зайыптылар ары қарай өмірлерін сүріп, бала-шағаларын тәрбиелеп жүрсе де, ауыздарынан жамандауды естіген өзге адамдар оларға жаман ойда болып жүреді. Сондықтан отбасыдағы жағдай, ерлі-зайыптылардың арасындағы жағдай бұл құлпы мықты сыр сандықтай болып қалу керек. Сол сыр сандықтың кілті ер мен әйелдің тілі екен. Егер сол сыр сандықты ер мен әйел ашып қоятын болса, сол сыр сандыққа кім көрінген сығалап кететін болады. Сондықтан құрметті ағайын, отбасыдағы жағдайды біреулерге жамандамайық. Керісінше, ер мен әйел бір-бірін көтермелеп, мәртебелерін өсіріп жүретін болса, сол отбасыда береке бар. Отбасы ол проблемасыз болмайды. Сондықтан отбасы болған себебіміз сол проблеманы бірге көтеру үшін. Сондықтан ер адам аманатты көтеріп жүретін болса, отбасын асырап жүретін болса, әйел адам күйеуіне шынайы бағынып жақсы көретін болса, сол отбасыда үлкен береке бар.